Баршаға сәлем достар. Бүгін біршама жұмысты талап еткен материалмен бөлісемін. Алдымен міне осындай мұқабасы әдемі кітаптарға назар аударыңыз. Білесіздер, мен меломанға жиі баратын, бонусы көп, тұрақты клиенттердің бірімін. Өткен аптада дүкенге кіріп оқуға қажетті 1-2 кітап іздестірдім. Сол жерде Ресейде тыйым салынған кітапты көзім шалып қалды. Ол туралы қаңтарда Собчактың мына постынан көргем. Алдым, қарап шықтым. Ол американдық блогер Марк Мэнсонның «Все хреново» кітабы. Бұдан КСРО мен фашистік Германияның рөлін анықтауға тыйым салатын, заңды бұзатын үзінділер алынып тасталды. Міне былай. Өткені бұл жазбалар 2022 жылдың сәуірінде Путин 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде КСРО мен фашистік Германияның рөлін көпшілік алдында анықтағаны үшін айыппұлдар туралы заң аясында тыйым салынған болып есептеледі. Кейін ақпараттық құралдар арқылы тарайтын пропагандаға байланысты тағы бір заң қабылданды. Ол 2022 жылдың қарашасында қабылданған бұқаралық ақпарат құралдар, кітаптар, фильмдер мен аудиовизуалды қызметтерде ЛГБТ насихаттауға, педофилияға және жынысты өзгертуге толық тыйым салу туралы заң. Ел азаматтарына үлкен айыппұл салынса, шетелдіктер заңды бұзған жағдайда елден шығарылады деп бекітілді. Бұған қоса ЛГБТ насихаттайтын тауарларды сатуға да тыйым салынған. Заң қабылданғаннан кейін онлайн кітап дүкендері, қызметтер және маркетплейс ЛГБТ насихаттау туралы заңға сәйкес келуі мүмкін кітаптарды сатудан жаппай түсіре бастады. Айта кетері, бұндай заң 2021 жылда Венгрияда қабылданған еді. Ресейде қабылданғаннан кейін үнемі үлкен ағасы жасағанды қайталаудан жалықпайтын Беларусьте бұндай заң қабылдауды жоспарлап отыр. Цензураға кітапта берілетін ақпаратқа қатысты болжамдар туралы мақала оқып шыққаннан кейін бұл кітаптар бізде сатыла ма жоқ па екен деп сұрастыра бастадым. Көп іздеп уақыт кетірудің қажеті болмады. Олардың бәрі алдыңғы қатарда тұрды. Міне, суретте бейнеленген 2 ер баланы көріп, мазмұны қандай екен деп қызығып қарап шықтым. Жанында жалғасы бар. 2-ші бөлім. Оны да аштым. Жақсы, алдын ала шешім қабылдамаймын. Толық оқып шыққаным дұрыс болар дедім. 2-ші сөреге өттім. Тағы да жігіт пен жігіт құшақтасып тұрған 1 емес, 2 емес, 3-4 кітап тұр екен. Ақшамды да уақытымды да аямай түсініп оқып шықтым. Көп уақытты қажет етпеді, тілі жеңіл. Бірақ ыңғайсыздандым, кейде тіпті жиіркендім. Миым бұндай ақпаратты қабылдағысы келмеді. Сонымен сатып алған кітаптарға тоқталайын. Лето в пионерском галстуке. Бұл кітап Ресейде кәдімгідей қоғамдық резонанс тудырды. Алғашқы тиражы 2021 жылы алдың ала тапсырыспен сатылған. 541 бетке созылған шығарма 2 ұл баланың арасында болған сезімді баяндайды. Кітап 18+. Стоп. Басты кейіпкерлердің жасы 16 мен 19. Жалпы лагерь өмірін суреттеген қарапайым тілмен жазылған шығарма деп те қабылдауға болады. Бірақ Кеңес одағында бәрі тек сырттай дұрыс, жақсы көрінгенімен, іштей түрлі ауруға шалдыққан, ішкі күйзелісі бар адамдардың болғанын көрсеткісі келгені байқалады. Жақсы, бұл жерде келісуге де болатын шығар. Көп нәрсені айтуға тыйым салынғанымен, ер мен ердің, әйел мен әйелдің бірге болуы ол кезде де болған. Бірақ бұл норма болмағандықтан, еш жерде көрсетіліп айтылмағандықтан қоғамға ықпал етпегендігі де бар. Қоғам бұны теріс дүние екенін қабылдап мойындамағаны бар. Психологиялық тұрғыда жағымсыз сәтке келсек, бас кейіпкер өзінің эмоциясын басқысы келген кезде қолын қайнаған суға күйдіреді. Біз сонда өз-өзіне қастандық жасауды, яки селф-хармды норма деп санауымыз керек пе? Сосын шығармада композитор Чайковскийге қатысты ой бар. Оның ер адамдармен қатынасы болғанына тұспал. Батыстың ықпалы. Айтпақшы, ел университетінің қызметкері Александр Познанскийдің 20 жыл бұрын шығарған Чайковскийдің өзін өзі өлтіруі миф және шындық кітабы бар. Бұнда бір тарау толығымен композитордың гомосексуалдығына, атап айтқанда бұл құмарлықтан құтылу туралы ойлары жазылған хаттарынан келтірілген үзінділерге арналған. Қаңтарда бұл кітапты шығарған Popcorn Books баспасына қатысты 2 бап бойынша тергеу жүргізіле бастады. Ресей Федерациясы әкімшілік кодексінің 6-21 бабы дәстүрлі емес жыныстық қатынастарды, жынысты өзгертуді насихаттау және 21 бап ұсақ бұзақылық. Popcorn Books веб-сайтында компания өзін-өзі анықтау, нәсілшілдік және сексизм тақырыбын қамтитын кітаптар шығарады деп жазылған. Барлығы 18+. Аталған кітаптың «О чем молчит ласточка» деген жалғасы бар. 20 жылдан кейін кездесіп, махаббаттарын жандандырып, қосылуға бел буған 2 еркектің әңгімесі кетеді. Бестселлер сөресінде тұрған тағы бірнеше кітапты көрсетейін. Міне, «Сила нашего притяжения». НАСА, астронавтар, журналистер туралы қызық әрі жеңіл жазылған шығарма. Бірақ бұл жерде де жігіт пен жігіттің бір-біріне ғашық болып, артынан құшақтасып, аймаласатын жерлері көп суреттелген. Әр жері суреттелген. Келесі кітап «Мой полицейский». Бұл да жарқырап бестселлер сөресінде тұр.
Бұл романда полиция қызметкері Том, оның әйелі мұғалім Мэрион және сүйіктісі мұражай кураторы Патрик арасындағы махаббат суреттелген. Иә, шалыс естімедіңіздер. Сүйіктісі Патрик 51 жастағы еркек. Жазушы бұны өз өмірінен алған, бірақ махаббат хикаясы бақытты аяқталмады. Кезекті кітап «Если она узнает». 4 жігіттен құралған топтың хикаясы. Зак пен Рубиннің арасындағы махаббат оянып, каминг-аут жасағандар баяндалады. Кітапта қоғамның ЛГБТ өкілдерін қабылдамау жайына ерекше көңіл бөлінген. Сонымен, бізде аталған кітаптарға назар аударған біреу бар ма? Жоқ. Баз Лайтер мультфильмі кинотеатрда көрсетілгенде 3 секундтық экранизацияға сонша шу шығарып, қоғамдық резонанс туған еді. Құрманғазы мен Пушкиннің сүйіскен постері шыққанда да шу шығарды. Әрине, бұл да пропаганданың айқын көріністері. Бірақ менің айтарым, ол жерде дым әрекет етіп, қиналудың қажеті жоқ еді. Ал бұнда түсінік қалыптасу үшін кітапты оқып шығу керек. Ми қозғатып, күш салу керек, уақыт та керек. Шу шығаратын белсенділер оған күш пен уақытын сарп еткісі келмейді деп санайық. Жақсы. Бұл кітаптардың мұқабасы тек жасөспірімдерге, жастарға өтетін шығар, байқамай жүрген шығар. Ал Мәдениет және спорт министрлігі қайда қарап отыр? Маған бір нәрсені түсіндіріңдерші, қазақстандық нарыққа шығатын кітаптар цензурадан өте ме? Түсінгенім бойынша тек сұраныс арқылы жұмыс жасайды, яғни алдын ала ешкім ештеңе тексермейді. Оқырманға кез келген дүние ұсынылады. Артынан шағым түссе ғана тексеріс басталады. Меніңше бұл тиімсіз. Өйткені басым көпшілік шағым түсіріп, оған уақыт кетіріп жатпайды. Ал бұндай ұсақ нәрселер ертең сана улайды. Ресейде заң қабылданып, сатылымға тыйым салынғандықтан бұл қазақстандық нарыққа шықты. Баспа сатылмай қалған үлкен тиражын бізде өткізіп жатыр. Көзін жауын алып, меломанда бестселлер қатарында бірден 5-6 насихатқа толы кітаптың тұруы қалайша қоғамға ой салмайды. Псевдо-ұлтшылдар тілге, ұлтқа қатысты жайт орын алса, даудың басында жүреді. Ал бір жынысты махаббатты насихаттайтын кітаптың жасөспірімдер мен жастарға ықпалын тоқтатуға кім тырысу керек? Кітап дүкендерінде ешкім сатып алушылардың жасын тексеріп жатқан жоқ. Меломанға қазір 13-15 жасар баланы жіберсеңіз, бұл кітаптарды сатып алуға оған ешкім кедергі болмайды. Бұл кітаптар TikTok арқылы танымалдығын арттырып жатыр. Оларды 18-ден асқандар емес, 14-18 жастағылар оқып жатқаны айқын. Айтпағым, бұғанасы қатпаған жыныстық өмір туралы ойы қалыптасып үлгермеген жасөспірімдер бұндай әдебиетті оқымау керек. Бізде онсыз да мектепте бұл түсіндірілмейді. Ата-ана баламен бұл тақырыпта тіпті сөйлеспейді, әлі сөйлесуге ұялады. Бұндай кітаптар қолына түссе, жаның түсініп үлгермеген жастар шалыс қадам басуы әбден мүмкін. Айтатын тағы бір мәселе, Марвинді білесіз. Кітаппен қатар балалар ойыншығын сататын дүкен. Ал бұл кітаптар, ескере кетейік, үстінде емес, 18+ көзі жететін деңгейде емес, 3-4 жастағы бала көретін деңгейде тұр. Ал мұқабаларын көрдіңіздер. Жігіт пен жігіт, қыз бен қыз. Сіздер балаңыз кішкентай кезінен ақ бұндайды көріп өскенін қалайсыз ба? Адамда таңдау болу керек, иә, бірақ бала кезден ондай ортаға бейімдеудің қажеті жоқ. Естеріңізде болса, осыдан 5 жыл бұрын, яғни 2018-де Казконтент акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Константин Горожанкинге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабына сәйкес іс қозғалды. Ол бап әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық немесе діни араздықты қоздыру жайында. Процеске негіз болған Горожанкиннің Түркістан облысында зорланған кішкентай ұл баланың ісі туралы жазылған постың астында пайда болды. Постқа пікір қалдырған Facebook қолданушыларының бірі ол жақтағы жастар арасындағы гомосексуализм деңгейіне не себеп деп сұрағанда, Горожанкин келесідей жауап берген. Бұл қанда бар нәрсе. 19 ғасырдағы саяхатшылардың жазбаларында жергілікті халық арасында хайуандық пен гомосексуализм жиі аталған деді. Бұл сөзіне наразы болған халық, белсенділер одан кешірім сұрап, Казконтенттегі жұмысынан босатылуын талап еткен. Әдетінше ол кезде кешірім сұрап құтылған еді. Өкінішімізге орай, соңғы жылдары ұл балаларды зорлау фактілері жиілеп кетті. Оның үстіне ересек емес, мектеп оқушылары яки жоғары сыныптағылар бастауыш мектептегі балаларға тиісіп жатыр. Бұған әлеуметтік желі, кітап арқылы тарап отқан ақпарат әсер етті ме? Әлде қанымызда бар деген миға қонымсыз дүниемен келісесіздер ме? Жоқ, балалар бұндай арсыздыққа бармау үшін мектеп жасынан жыныстық қатынастан хабары болу керек. Бізде ол не үйде, не түзде айтуға ұят нәрсе. Ата-ана айтпаған соң, мектепте түсіндірілмеген соң, жасөспірім оны интернеттен, бұндай ақпаратты құралдардан біледі. Нарықтағы әрбір кітап оқырманға қандай месседж беріп жатқанынан хабар болу үшін, ел болашағын ойлайтын азаматтар сұрыптауға, министрлік нарыққа дұрыс дүниені жіберуге күш салу керек. Бұл мәселені қолға алып, мәселенің түбімен күресу керек. Мүмкін дәл осы кітаптар бүгінде өзін таба алмай, жасөспірім шағында жолдан адасып, біресе өзін қыз, біресе еркек сезініп жүргендерге әсерін тигізіп жүрген шығар. Асхат.
Ұлтшылдар қазір бұл орыс баспасы, орыс тілінде жазылған деп әңгіме айтары анық. Үнемі тек тіл аясында дауласуға шебер. Баяғы жартас, сол жартас. Сонда жаны қазақ, ел қамы мен болашағы үшін жанын пида ететін, тек тілі орыс қазақтың қамын ойлау оларға жат дүние ме? Яки менің қазақ тілді бауырым ондай емес, оған еш қауіп төніп тұрған жоқ. Орыс тілдерге қатысымыз жоқ деген позицияны ұстанады. Ресейді тек мысал ретінде келтірдім. Бізде де бұндай заң қабылдануы керек деген ой менде жоқ. Менің айтпағым шығыс менталитеті тән халықтың басым бөлігі мұсылман елде қоғам дұрыс іріктеу мен таңдау жасай алатын кез келді. Оған өз үлесін қосатын, бастамасын жасайтын ұлтшылдар болса. Қоғам жанашырлары сөзден гөрі іске мығым болса екен деген үмітпен ой тастаймын. Қазақстан нарығына қол сұғып, пайдаланып жатқандарды тоқтатудың амалын тауып, қоғам санасын улап жатқандармен күресіңдер. ЛГБТ тақырыбынан бөлек қанша жолдан тайғызар, шындығы аз кітаптар сатылып жатқаннан ешкімнің хабары жоқ. Психологиялық кітаптар жан күйзелісіне, жасөспірім мен жастардың өз-өзіне қол жұмсауына, жыныстық өмірді ерте бастауына септігін тигізіп жатқанын байқамай жүрген сияқтымыз. Ойланайық, әрекет жасайық. Көтерілген проблема бойынша ойыңызды комментарийде қалдырыңыз. Бұл ақпаратпен барынша бөлісіп, таратуларыңызды сұраймын. Иә, бұл кітаптарды ешкім оқып жатқан жоқ, босқа өзін жарнамалап тұрсын деп те айтуларыңыз мүмкін. Бірақ бестселлер деген халыққа өткен, көп сатылып жатқан кітаптар екенін білесіздер. Ол бір. Екіншіден, сайттардың бәрінде көп мөлшерде әлі жылдан сатылып жатқан кітаптар осылар. Бүгінге бөліскім келген ой осы. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Амандықта жүздескенше күн жақсы.